Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Рамазан пиде деп аталатын түрік нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Жалпы бұл нанның атауы түрік халқының Рамазан айында ауызашарға осы нанды пісіруімен аталып кеткен болатын. Өте оңай жасалады және жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға алдымен жылы сүтті құйып аламыз. Одан кейін оның үстіне қант, тұз, ашытқымызды қосып араластырамыз. Және осы жерде тағы бір ингредиентіміз ақуызды қосамыз. Одан кейін мұның үстіне біз сұйық майды қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнды қосатын боламыз. Ұнды біртіндеп қосып араластырып аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін тестімізді 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді мен осыны 2 бөлікке бөліп алдым. Негізінде осы тестіден 2 нан шығады, ал егер кішкентай жасаймын десеңіздер, көбірек жасауларыңызға болады. Екіге бөліп алып, осылай табамызға салып аламыз. Одан кейін тағы да пищевая пленкамен бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Жаңа ақуыздан қалған сары уызды алып, оған 1 ас қасық сүт қосып, екеуін араластырып аламыз. 10 минут өткеннен кейін жаңағы пищевая пленканы алып тастаймыз. Нанымызды жайып аламыз, дәл видеодағыдай. Одан кейін қолымызбен үстіне өрнек саламыз. Бетіне өрнек салып болғаннан кейін қалған сары уыздың барлығын үстіне жағып, одан кейін үстіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен кунжут сепкен болатынмын. Енді осыны 180 градусқа 30 минуттай пісіріп аламыз. Беті қызаруы тиіс. Осымен бізде Рамазан пиде наны дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Жеп көрген адамдардың барлығына да ұнаған болатын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Алдағы уақытта осы рецептерді көру үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.